Хайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте оңай, тез дайын болатын тауық етінен тағам дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен картошкаларымызды турайтын боламыз. Мен картошкаларым үлкен болғандықтан мен 4-ке бөлдім. Егер сіздердің картошкаларыңыз кішкентай болса, немесе орташа болса, 2-ге немесе 3-ке осылай бөліп аламыз. Тауық еттерімізді осылайынан орташа ғып турап алатын боламыз. Менде мұнда 3 тауық еті болды. Осылайынан барлығын турап алғаннан кейін оның үстінен картошкаларымызды салатын боламыз. Пиязымызды турайтын боламыз. Мен де мұнда 2 пияз қолданамын. Пияз көп қоссаңыздар, біздің тағамымыз өте дәмді болады. Сол себепті мен 2 пияз қолдандым. Видеода көрсетілгендей бізге осындай дайын приправа қажет болады. Осының барлығын біз қазір салатын боламыз. Дәміне қарай жарты қасықтай тұз салатын боламыз. Приправа, майонез, қара бұрыш барлығын салатын боламыз. Майонезден бір үлкен ас қасықпен саламыз. Тұзымызды, қара бұрышымызды, паприкамызды, майонезімізді барлығын салып алдық. Енді жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Приправамыздың ішінде осындай дайын салфан болады. Соны ашып аламыз. Барлық осы немемізді салып, аузын жақсылап буып, қызып тұрған духовкада 1 сағаттай пісіретін боламыз 180 градуста. Барлығын салып алғаннан кейін ішіне, осы салфан ішіне кішкене сұйық май құйып жіберетін боламыз. Духовкадағы тағамыз пісайын деп қалған кезде осылайынан дайын жайманы пісіріп алатын боламыз. Сразу осылайынан алып, ыстықтай духовкадан шыққан тағамымызды алып, салфанмен осының ішіне майынмен, барлығымен салыңыздар. Сол кезде біздің тауығымыздың майы, ішіндегі дәмін барлығы жаймаға сіңу керек болды. Сол кезде өте дәмді болып шығады. Осылайынан сорпасымен барлығын салыңыздар. Тауығымызды, картошкаларымыз барлығын осылай салып алғаннан кейін бетін пиязбен әсемдейтін боламыз. Тамағымыз өте дәмді болып шықты, жасап көріңіздер. Әсіресе балаларға тауық еті, картошка өте күшті болады. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видео рецептер болады. Сіздермен болған Балжан, астарыңыз дәмді болсын.